Жерліктегі еңірі қожалықның Мүсім Искі Шоқмақ мәтіре Ольганы Искі Өреш, Верешбаш әліктегі сүріншік ауыллары янында 9600 гектар жер билемесі бар. Бүгін күнде біздің басуда 14 комбайн ішлей. 7800 гектар ашлықны аласыбыз бар. Бүгін нықлап кіріп кеттік. Гектарынан контрольный обмалыт 48 сайтнер шықты. Күзгі бұдайға кірдік енді біз. Күзгі бұдай бек көп түгіл, 800 гектарғына қалғаны енді язға культураларымызды біз енді. Шулық уақытта 6 КАМАЗ с прицепом ашлықтың ташый. Бүгін күнде тағы 2 КАМАЗ, яңа КАМАЗға ақша көшердегі ертегі алып қайтабыз. 800 гектарда күзгі бұдай, 7000 гектарда язғы бұдай культураларын жиып алу бары. Бүгін күнде механизаторлар 100 тонна ашлық сұқтырыға үлгерген. Гектар берімі орташа 48 сайтнер тәшкіл ете. Агромастердағы 15 сезон ішлем. 5-6 ел кейс ташлайдым. Қазір міне акрас 585 ен пайдып берді. Егіз әкеш. Мен өзім мүсімдікі, түп мүсімдікі. Оқығанда оқ жерде, сапыда оқығанда оқ жерден мәшкіл келгенінде. Қызық сындыру яғынан, оқша төлеу яғынан енді біздің тоннысына комбайнерларының 585 күшлі комбайнларға 200 сым за тонну, кейслар қам 530 акрасардың 300 сым за тонну. Алар енді жеңіл ішерге бұйыл енді 4 миллионға қаттық ақша ішлей алар. Бұйыл ашлық бұдайның урожайнысы бек әйбәт, 25 жылға бірінші тапқыр шындай урожайнысыны көреміз. Үстірілген икмектің вақытында һәм юғалтуларсыз жиып алу механизаторлар алдына қойылған төп бурыш. Бүгін қожалықның басу құрларында Акрос, Нью Холланд, Кейс маркалы 14 комбайн ішлей. Механизаторларға қойнар ош-ошат ойыштырылған. Елдағыша қызықсындыру шаралары турында да ұнытмағандар. Лилия Шаймиева, Динар Менхажев, Мүсім телевидениесі.